Сіз андай жаңбырлы күні киген жақсы көресіз екенсіз, андай күшті ана кемпір қосақ сияқты киініп отыр. Жоқ, комплимент қой енді, көйлегін айтып жатырмын. Көйлек күшті киініп алған. Өтпей қалды? Өте сұлу қыз. Өте сұлу. Әдемі қыз. Жарасып тұр не келсе де. Бірақ мен Расулдың сөзінде алып кеттім ба осы? Иә. Андай мен айттым солай, мен биттім солай деген. Қалай ол сонда, мен соны түсінбедім. Солай айтады деген естеді, бірақ үміткер келіпті, үміткермен дым болмағандай танысып кетейін деп тұр ма деген сияқты не да? Соны дұрыстап түсіндіріп кетсек. Расул. Или бір прикол ұстап айттың ба деген сияқты ғой, Әйгерімге. Прикол ұстап емес, кәдімгідей адам ретінде, осы жерде отыратын адам ретінде бардым, сөйлестік, айттық, иә, солай болды. Үміткер келмесе, сен значит кездесейін дедің бүгін, негізі. Негізі енді ол жерде тек қана екеуміз ғана болмаймыз ғой, Жансая болады, тағы да бір екі қатысушылар болады, жалпы солай. Жоқ, былай ғой кішкене әділетсіздік сияқты, өткен деген сонда білген істеп жүре берген болсын да іште. Еще білген істеген істеп алады да мойында, иә мен істедім деп мойындай салады екен. Ол бір жағынан әділетсіздік сияқты болса.